Сәлем достар, біз бүгін осында керемет самса дайындайтын боламыз. Бұл рецепт бойынша біздің самсамыз өте сочный әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен біз осылай 3 пиязымызды алып, жақсылап тұрып, майдалап тұрып турап алатын боламыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін фаршымыздың үстіне саламыз, қыздар. Бұл жерде менде домашний фарш, ал сіздер өздеріңіз білесіздер. Ендігі кезекте начинкамызға өзімізге қалаған дәмдеуіштерін қосамыз. Мен бұл жерде бұрышты және бір ас қасық тұзды қостым. Қыздар, енді сіздерге лайфхак. Мен осылай жарты кружка мұздай су қосамын, және де қосып барлығын жақсылап тұрып араластырамын. Сонда біздің самсамыз, яғни начинкамыз өте сочный болып шығады. Бұл лайфхакты сіздер пельмен жасаған кезде, не болмаса манты жасаған кезде де қолдансаңыздар, начинкаларыңыз өте сочный болып шығады, қыздар. Енді начинкамызды араластырып болғаннан кейін кішкене бөлігін ала отырып, осылай ыдысымызға ұрып отырамыз. Бізде осындай керемет начинка дайын болды, енді тестасына кірісейік. Менде бұл жерде үй жағдайында дайындалған самсаның тестасы, ал сіздер дүкендегі тестаны да қолдансаңыздар болады. Тестамызды осылай шығарып алғаннан кейін қолымыздың көмегімен кішкене созып жіберетін боламыз. Енді тестамызды бірнеше бөліктерге бөлейік. Менде бұл жерде 600 грамм теста болды. Бұл тестадан менде 17 штук самса шықты. Ал егер сіздер 25 және 30 граммнан алатын болсаңыздар, сіздерде 20-25 штук самса шығады. Тестамызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Тағы да қыздар, сіздерге бір лайфхак. Самсаны жайған кезде ұн емес, осындай кукурузный крахмалдың көмегімен жаятын болсаңыздар, тесталарыңыз хрустящий болып, яғни қытырлақ болып, әдемі болып шығады. Мен енді бүгін сіздерге екі түрлі самсаның түю әдісін көрсеткім келіп тұр. Бірінші әдіске кірісейік. Бұл бізде ең оңай, яғни традиционный дейміз ғой. Сонда 3 бұрыш самса. Қазір осылай бірінші домалақ қылып тестамызды жайып аламыз, жақсылап тұрып. Тестамыз жайылып болғаннан кейін ішіне өзіңіздің қалауыңызша фаршыңызды салып, осылай мен көрсеткен әдіс бойынша түйетін боламыз. Бұл әдістің еш қиындығы жоқ. Осылай начинкамды салып болғаннан кейін ортаға бір точкаға барлығын біріктіріп, 3 бұрышын жасаймыз. Міне бізде енді осындай әдемі сүйкімді самсаларымыз шықты. Енді келесі әдіске көшейік. Бұл әдісте де біз тестамызды осындай дөңгелек етіп, жақсылап тұрып жайып аламыз. Сіздерге түсінікті болсын деп осылай кішкене жақындатып түсірдім. Бұл әдісте де еш қиындығы жоқ, бірақ әдемі көрінеді дастарханға қойған кезіңізде.
Осылай домалақ етіп, кукурузный крахмалды жайлап себелеп отырып, тестамызды жайып аламыз. Тестамызды жайып болғаннан кейін, осылай тек қана бір шетіне ғана начинкамызды салатын боламыз. Начинкамызды салып біткеннен кейін бір басын екінші басымен біріктіреміз. Бізде бұл жерде жарты ай тәріздес болып шығады. Осылай шеткі бөліктерін жақсылап біріктіріп алғаннан кейін, осылай ең астынан бастап, бас бармағымызбен міне басып отырып, сол басылған кругты айналдырып отырып түйетін боламыз. Бұл форма бойынша жасалған самсамызда осындай өте әдемі әрі сүйкімді болып шығады. Мен осылай самсалардың жартысын үшбұрышты етіп, жартысын ай тәрізді етіп түйіп шықтым. Самсаларымызды енді формаға орналастырғаннан кейін, осылай бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз жақсылап тұрып. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін, мен осылай бетіне кунжут септім. Кунжут сеуіп болғаннан кейін макпен әрлеп шықтым. Мен осылай макты тек қана ортасына ғана сеуіп шықтым әдемі көріну үшін. Қыздар, осы кезде біз пешімізді қыздырып алатын боламыз. 10 минуттың көлемінде пешіміз қызу керек. Кейіннен қызып тұрған пешке 180 градусқа 25-30 минутқа пеш пісуге жібереміз. Бізде міне осындай әдемі самсалар пісіп шықты. Енді самсаларымыздың екеусі де сочный әрі дауыстарын естіп тұрған шығарсыздар. Өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Егер менің ұсынған рецептерім сіздерге пайдалы болып ұнап жатырса, онда каналды қолдау барысында видеоға лайк басып, подписация етіп кетіңіздер, және де үйлеріңізде міндетті түрде дайындап көріңіздер.